Әлемдік статистикада бүйректің созылмалы ауруы өлімге алып келетін 6-шы себеп екені көрсетілген. Жалпы бүйрек дертіне шалдыққандардың саны 850 миллион болса, жыл сайын олардың 2,4 миллионы зардап шегеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сізде білмеген ақпарат барына сенемін. Және біздің каналды 97% адам каналға жазылмай көреді екен. Сол себепті каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Қазақстанда да бұл дерттің шырмауына түсіп шырылдап жүрген жандар жетерлік. Сонымен бүйрек зәр өндіріп, оны несеп жолдар арқылы сыртқа шығарумен айналысады. Ағзадағы зат алмасу кезінде пайда болған сұйықтық пен токсиндерді сүзгіден өткізіп, зәрмен бірге айдап жібереді. Сол сияқты қанның қышқылын арттырмаудың алдын алатын қышқыл сілтілік тепе-теңдікті реттеп отырады. Бүйрек артериялық қысымды қалыпты ұстап, гормондарды өндіруге атсалысады. Эритропоетин секілді бүйрек гормоны жілік майындағы қан жасушаларын бақылап отырады. Онымен қоса бүйрек Д дәруменін өндіріп, қандағы кальцийдің көрсеткішіне ықпал етуге қауқарлы. Бұл дәрумен сүйектің мықтылығын сақтауға көмектесетін минералдандыру әрекетіне өте қажет. Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтықпен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы, яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп отырады. Көбіміз ісу, бас ауруы, шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілері екенін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбіне білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді. Бүйрек ауруының ерте белгілері. Зәрдегі көбік. Зәр қатты қыстап, дәрет сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады. Ал қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақ сарыдан бастап қою түске дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарымыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, фасоль, дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске де бояп жібереді. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барғаның жөн. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Ал егер ондай болмаса, міндетті түрде невролог маманның көмегіне жүгініңіз. Бел ауру. Ауырсыну сезімі арқада пайда болады. Қабырға астында, омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігінде беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауырды омыртқамен байланыстырып, шатастырып алатындарды көптеп кездеседі. Олай қателесуге болмайды. Ауруды одан әрмен асқындыра алмау үшін кәсіби көмекке жүгінгеніңіз жөн. Созылмалы шаршау және әлсіздік. Бүйрек эритроциттердің құрылуын бақылайтын эритропоетин гормонын өндіреді. Оның аздығы анемия, әлсіздік және шаршауға алып келеді. Бұл бүйректі тексеруден өткізуге алғашқы себеп болып тұр. Бастың ауруы немесе бас айналу. Бүйрек жұмысының бұзылуынан ағзаға жиналып қалған токсиндер мидың дұрыс жұмыс жасауына кедергі жасайды. Бұл есте сақтау қабілетін нашарлатып, бастың ауруы мен айналуына себеп болады. Оған дейін жеңіл атқарып жүрген жұмыстарыңыз қиынға соғып, көп күшті талап етпек. Бүйрек жұмысының нашарлауынан анемия да басқа асқыну процестері де жүреді. Егер бұл симптомдар жиі мазаңызды алса, несеп шығару жүйесін тексеруден өткізу керек. Жүректің айнуы және лоқсу. Егер тамаққа дейін және кейін жүрегіңіз айнысса, бұған тамақтан улану немесе асқазан жолындағы бұзылыстардың қатысы жоқ. Бүйрегіңізді тексерткеніңіз жөн. Ағзаға түсіп жатқан зиянды заттарды сүзгіден өткізуге оның шамасы келмей жатқан болар. Алдымен лоқсудың басқа да себептерін сызып тастау үшін терапевтке барып, одан неврологқа көріңіз. Жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарының кез келген ауруы себеп болуы ықтимал.
Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтайтын функцияның бұзылысы адамдарды әуре сарсаңға салады. Ісік. Бұл ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жайсыздық. Оның кесірінен аяқ пен көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сізде шынымен бір аурудың барын анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында көп отыру, кейбір дәрі-дәрмектер адам денесінің ісініп толуына алып келеді. Ал ісіктің беті қайтпай жиі белгі беруі бүйректің проблемалығына сілтейді. Құрғақ, жиі қышитын тері. Бүйректің қандағы құнарлы заттар мен минералдар тепе-теңдігін сақтай алмауы, токсиндер мен артық сұйықтықты сыртқа шығару кезінде проблемаларға тап болуы теріні құрғақтандырып жібереді. Әрине, теріміздің түлеуіне де басқа себептер, сыртқы факторлар толып жатыр. Бар мәселе бүйректен болса, міндетті түрде шешу керек. Артериялық қысымның лезде көтерілуі. Бүйрек адамның гормоналды жүйесінің басты қозғаушы күштерінің бірі. Ол қысым мен ағзадағы қан көлемін реттеуші. Сол себепті олардың жұмысындағы бұзылыс гипертонияның ұстамасына алып келуі мүмкін. Айтпақшы, бұл белгі ілгеріде атап өткен белгілермен қатар пайда болса ғана бүйректің жұмысындағы проблемалардан хабар береді. Дене температурасының өзгерісі. Үнемі тоңып, дірілдеу немесе себепсіз қысымның жоғарылап кетуі бүйректің бұзылыстарының әсері деп біліңіз. Дәрігерлер адам температурасы бүйректің қабынуынан көтеріледі дейді. Ілгердегі симптомдардан байқасаңыз, уролог немесе неврологқа көрініп, зәр мен қанға анализ тапсырған жөн. Сол сияқты көпшілігіміз зәрге анализ тапсырып жақсы нәтижесін көрсек, бірден бүйрек халі жақсы екен деп іште ой қорытуға құмармыз. Алайда ол көрсеткіш жалпы диагностикаға жарамайды. Бүйрек жұмысын сенімді болу үшін жылына 1-2 рет зәр мен қанға анализ тапсырып тұру қажет. Міне содан кейін ғана бүйректің жұмысын бақылауға болады. Көптеген бүйрек аурулары асқынып, әбден әлекке салуы мүмкін. Сол үшін жоғарыда аталған симптомдардан елемей жүрмеңіз. Ал бүйрегіңіз дұрыс жұмыс жасау үшін не істеу керек? Дұрыс тамақтану керек. Адам ағзасының сүзгісі сіздің дұрыс тамақтанғаныңызға алғыс білдіретін болады. Сондықтан рационыңыздан қақталған, тұщы, қуырылған тағамдарды алып тастаңыз. Сәбіз, алма, тәтті бұрыш, асқабақ, шпинат және басқа да көкөністерді көбірек қолданғаныңыз дұрыс. Таза су ішіңіз. Күн сайын 1,5-2 литр су ішуге тырысыңыз. Ол бүйректің зиянды токсиндерді тезірек шығаруына көмек тигізбек. Алайда суды бірден көп мөлшерде ішпеу керек және түнгі уақытта аз қабылдау керек. Ал емдік минералды судың көмегіне тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүгініңіз. Бүйректе таста пайда болуы көп мөлшерде кофе немесе алкогольді әсер етеді. Балдыркөк жеу немесе қарбыздың қабығынан сусын әзірлеу. Бүйректі тазалауда балдыркөктің пайдасы шаш етектен. Оның шырынының бүйрек аурулары кезінде ішуге кеңес беріледі. Ал ісік пен бүйректегі тасқа қарбыздан жасалған сусынның көмегі өте зор болмақ. Киім немесе аяқ киім. Биік тақалы аяқ киіммен ұзақ жүру жамбас сүйегіне зиян келтірмек. Ол өз кезегінде бүйректің жұмысына әсер етеді. Сондықтан биік өкшелі туфлилерді киетін нәзік жандыларға ара-тұра аяқтан демалтып тұруға кеңес беріледі. Онымен қоса тар шалбар киюден де сақтану керек. Оның кесірінен қан айналымы кедергіге ұшырап, бүйрекке оттек қажетті деңгейде жетпей қалады. Салқын тигізіп алмау. Суық ауа райында аяқтың тоңбауын қамтамасыз ету керек. Сол сияқты жылы киімнің де маңызы зор. Ең бастысы бүйрекке суық тигізіп алмаудың қамын жасаңыз. Көп қимылдау. Физикалық белсенділік тек бүйректің саулығын ғана емес, барлық дене мүшелерімізге пайдасы көп екенін жақсы білеміз. Көптеген ауруларды емдеу үшін жаяу жүру, суда жүзуге кеңес беріледі. Бастысы өз-өзіңізді емдеумен айналысудың қажеті жоқ. Тіпті зиянды әсер болмайды деген дәрілердің өзін бүйрегіңізге зиян болуы мүмкін. Сол себепті бұл ағзамыз сыр берген сәтте дәрігерге барып, жүйелі емдік шараларына өтіп, ол тағайындаған препаратты ғана ішкен абзал. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше ауырмаңыздар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.